Қымбатты оқырмандар, ең бірінші арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз, рахмет. Ақша потогымды қалай ашамын? Ең бірінші ақшаға кішкене тоқталып кетейік. Ақша күнкөріс қамы үшін ғана емес, армандарды орындап алға жетелейтін мотивациялық құрал. Ақша потогымыз ашылғанда сіздің қаржыға деген көзқарасыңыз қалыпқа келеді. Жоқ, жетпейді, күйеуім таппайды, бізге ондай қайда? Ойбай, қымбат деген сөздерді айтпайсыз. Ақшаны өмірді мәні емес, жай күнделікті қажетке жарайтын құрал ғана деп қарай бастайсыз. Кішкентай нәрсе болса да қиналмай, экономдамай, өзіңізді еркелетіп, еркін сатып ала аласыз. Қарыздарыңыз ақырындап жабылады, және біреу берешегі бар болса, көп өтпей әкеліп береді. Ал ендеше ақша потогын ашатын 5 кеңеспен бөлісейін. Ең бірінші, алдымен ниетті түзеу. Біреудің ақысын жеп, ала жібін аттамаңыз. Сөзбен болса да біреудің көңіліне салған қаяу алдыңыздан қарыз болып шығады. Әрбір нәрсеге алғыс айту. Екіншіден, алғыс айта білу керек. Алла тағаладан бастап әр жұтқан ауанызға, ескі де болса киіміңізге, жалдамалы болса да пәтеріңізге шүкір деңіз. Шүкір еткен сайын нығметімді арттырамын деген хақ тағаланың уәдесі бар. Үшінші, садақа беріп тұрыңыз. Шамаңыз жеткенше жетім жесірге, дертке шалдыққанға, жағдайы төмен отбасыларға көмектесіңіз. Тіпті құсқа жем шашып кетсеңіз де садақа. Төртінші, тазалық, яғни үйдегі артық зат энергияны жейді. Қажет емес дүниелерден, киімнен, ыдыстан, жеке заттардан арылып, толық жинап тазалап отырыңыз. Ескі затты кетіріп, жаңа дүниеге мол табысқа орын босатыңыз. Бесінші, еңбек ету, яғни ештеңеден қорықпай, бастап кету. Есіңізде болсын, қолыңыздан не келетінін жасап қана біле аласыз. Іске кіріспей, мидағы қорқыныш артқа тарта береді. Қателік жасаудан қорықпау керек. Тағы да бір айта кететін жайт, сіздер, яғни магазиндерде, дүкендерде барлығымыз сондаймыз ғой, скидка болып жатса жүгіреміз. Ана магазинде жеңілдік болып жатыр дегенді ести сала, бар ойымыз соған кетіп, соған қарай жүгіреміз. Негізгі берер кеңесім, ондай нәрсеге асықпаңыздар. Өзіңізді ең жоғарғы нәрсеге лайықпын деп санаңыз. Сонымен қатар, бай адамның мышлениясын қалыптастыру керек. Өзіңнен аяма, хотите купите. Арзан курстарға, дүниелерге қызықпаңыз. Бұл ақша потогын жабады. Всегда ең күштісіне, жақсысына, қымбатына ие болуға ұмтыл. Сен лайықсың, өзіңді басқалармен салыстырма. Сонымен қатар, байлардың энергетикасын сезіну, қымбат жерлерге бару өміріңді өзгертеді. Тіпті қалтаңызда ақшаңыз болмаса да, ең қымбат сөмкелер сататын, қымбат тауарлар сататын жерге барып, энергиясын сезініңіз. Сонымен қатар, ақшаға қатысты блоктардан негативті мышлениядан арылу. Блок тұрған жерде поток ашыла алмайды. Осы техникаларды жасауға болады: медитация, аффирмация, шүкіршілік, жаңа айтып өткендей садақа. Аллахтың разылығы үшін күн сайын садақа беруді әдетке айналдыр. Тіпті жаңа айттық қой, құстарға жем бергеннің өзі садақа болып есептеледі. Алла тағала барлығымызды садақа берушілерден етсін. Дәл қазір өміріңізде кішкене ғана кедергілер, уайым, депрессия болып жатса, уайымдамаңыз, оның бәрі артта қалады. Әлі алда талай жетістіктеріңіз бар, ақшаларыңыз көп болсын.